Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ерекше дәмді болып шығатын өте тойымды кешкі асты дайындайтын боламыз. Видеомды аяғына дейін көріңіздер. Достар, менің каналымда осындай керемет рецепттер бар. Көріп, соған қарап жасасаңыздар болады. Және менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Енді бізге тамағымызға керек заттар осындай тауық еті, аяғы немесе қанатынан жасасаңыздар да болады. Картоп, пияз, помидор және де осындай тұз, специялар қажет болады бізге. Ең алдыменен тауық етімізге осындай тұзымызды және паприка және менде кішкене аздап петрушка кепкен қосып, жақсылап араластырып, тауығымызды маринадтап аламыз. Барлық жақсылап араластырамыз. Барлық жеріне жақсы тию керек. Бұл әдеттегідей қуыра салғаннан гөрі өте дәмді болып шығады маринадтап істесеңіздер. Және де 2 ас қасықта соя соусы және майымызды, сұйық майымызды қосып. Барлығын жақсылап араластырып, осылай бір шетке көкөністеріміз турап алғанша қойып қоямыз. Қолымыздың көмегіменен араластырып жібереміз жақсылап. Барлық жеріне тұзы сіңіп, әдемі болып тұрады. Және сочный болып пісетін болады. Картоптарымызды енді осылай үлкен картоптарымыз ортасынан бөліп турап аламыз. Және помидорларымызды осылай үлкен-үлкен етіп, ірі етіп турап алсаңыздар болады. Помидорымызды және осы пиязымызды барлығын ірі етіп турайсыздар, өйткені бұқтырылып піскеннен кейін өзі езіліп пісетін болады. Және аздап чесноктан салдым. Дәмі ерекше әдемі болып піседі. Мінекей барлығын турап дайындап алдық. Біздің майымыз да қызып тұр. Енді осы майымызға бірінші картоптан бастап қызартып, барлық жерін қуырып алатын боламыз. Достар, менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда алдағы уақытта менің видеоларымды көріп отыратын боласыздар. Міне картопымыз қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты. Енді оларды алып, осы майға тауық етін дәл осылай қызартып қуырып аламыз. Бұл тамағымыз дайындалу жолы қазан кебапқа ұқсас, бірақ тауық етінен жасалғандықтан дәмі өзгеше әдемі болып шығады. Маринадтап қуырған етіміз осылай ерекше дәмді және көрінісі де әдемі болып пісіп шығатын болады. Тауық еті де пісті. Енді оларды алып, майымызды аздап азайтып аламыз. Және осы майға пиязымызды қуырамыз. Чесногымызды бірге салып, аздап қуырып жібересіздер. Мінекей пияздарымыз осылай қызара бастағанда бірінші картопымызды саламыз. Және оның үстінен етімізді салып, әдемілеп тізіп шығамыз. Сонда әдемі болып
пісіп шығатын болады. Қалған суын да құйып, тұз себеміз және де қызанағымызды саламыз. Укропты ірілеу етіп турап саласыздар. Дәм ерекше әдемі болып шығады. Чесногымыз бір өте ерекше дәм беретін болады. Және аздап су құйып, жарты сағат ішінде осылай пісіп шығады, демдеп қойсаңыздар. Мінекей, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.